Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді тіске басар дайындайын деп жатырмыз. Ол үшін бізге тартылған сиыр еті керек, қызыл немесе ақ пияз, және оны міндетті түрде майдалап турауымыз қажет. Білінбей кететіндей етіп туралғаны дұрыс. Жақсылап барлығын турап болғаннан кейін етімізбен араластыратын боламыз. Содан соң петрушка қосатын боламыз. Оны да өте майда етіп турағанымыз абзал болады. Бір жұмыртқаны қосамыз. Тұз қосамыз. Ұнтақталған құрғақ чеснок қосамыз. Сарымсақ, қара бұрыш, паприка қосамыз, тәтті бұрыш. Және барлығын жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Бір келкі масы шыққанша әдемілеп араластыратын боламыз. Начинкамыздың барлығын дайындап болғаннан кейін тортилья нанын аламыз және ортасына етімізді жұқалау етіп салып шығамыз. Яғни бір келкі етіп қолымызбен тегістегеніміз дұрыс. Видеода көріп отқандарыңыздай жасасаңыздар қателеспейсіздер. Мінекей бір жағынан осылай жауып бекітеміз да, екінші жағынан жартылай ашық тұратын болады. Мына видеода көріп отқандарыңыздай барлығы да осыған сәйкес етіп жасағандарыңыз дұрыс болады. Мінекей етін бір жақты етіп саламыз, содан кейін бетін жай ғана басып жауып қоямыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін сковородкаға қызып тұрып май құямыз. Оливковый немесе кәдімгі сұйық майды құйсаңыз болады. Және де дайын болған тортильяларымызды екі жағынан қуыратын боламыз. Ыстық майда қуырсаңыздар абзалырақ.